Бірінші ойын қай құс деп ойлайсың? Қанекей балалар, бірінші құстармен танысайық. Бірінші құс көкек. Екінші құс қарлығаш. Үшінші құс үйрек. Төртінші құс құтан. Балалар, мына суреттерге мұқият қарайық. Бірінші тұрған қай құс деп ойлайсыздар? Үйрек, жарайсыздар. Ал екінші тұрған құс қай құс деп ойлайсыздар? Өте дұрыс, құтан. Үшінші тұрған құс қалай аталады? Көкек, дұрыс. Ал төртінші құсты біз қалай атап едік? Қарлығаш, жарайсыздар. Екінші ойын қайсысы дұрыс? Балалар, мына суретке назар аударыңыздар. Бұл көктем мезгілі. Ал енді көктем мезгіліне тән суреттерді тауып көрейікші. Бірінші тұрған қардың суреті. Балалар, көктемде қар жауады ма? Жоқ, қар қыста жауады, е? Келесі сурет, бұл жаңбырдың суреті. Балалар, көктемде жаңбыр жауады ма? Дұрыс, жауын-шашын көктемде жауады, е? Келесі сурет, бұл теңіз жағалауы. Балалар, көктемде теңіз жағалауына барамыз ба? Жоқ, біз теңізге жаз мезгілінде шомыламыз, е? Ендеше келесі суретке қарайық. Бұл жапырақ. Балалар, жапырақтың түсі қандай? Дұрыс, жапырақтың түсі сары. Ал енді айтыңыздаршы, көктемде жапырақтардың түсі сары болады ма? Жоқ, әрине, сары жапырақтар күз мезгіліне тән, е? Келесі суретке қарайық. Бұл суретте гүлдер. Балалар, көктемде гүлдер жайқалып өсе бастайды. Дұрыс қой? Иә, өте дұрыс. Яғни, бұл сурет көктем мезгіліне тән екен. Балалар, келесі суретте не бейнеленген? Аққала, дұрыс айтасыздар. Балалар, көктемде біз аққала жасаймыз ба? Жоқ, аққаланы қармен қыс мезгілінде жасаймыз. Өте дұрыс. Келесі суретте бұл жәндік. Жәндіктер көктемде шыға бастайды ма? Иә, дұрыс айтасыздар. Күн жылынып, жер бетіне жәндіктер де шыға бастайды. Жарайсыздар, балалар. Үшінші ойын киімдер. Балалар, мұқият қараңыздар. Мына жерде қай киімдер көктем мезгіліне тән? Дұрыс, бірінші номерлі киім бұл көктем мезгілінде киетін киімдер. Өте жақсы, балалар, жарайсыздар. Төртінші ойын гүлдер. Бірінші тұрған гүлде қандай сан жазылып тұр? Дұрыс, 1 жазылып тұр. Ендеше неше жапырақ қоямыз? 1 жапырақ қоямыз, жарайсыздар. Екінші тұрған гүлде қандай сан жазылып тұр? 2. Яғни 2 жапырақ қоямыз. Дұрыс. Ал мына жерде бірінші тұрған гүлде қандай сан жазылып тұр? 3 саны. Яғни біз неше жапырақ қоямыз? 3 жапырақ қоямыз. Дұрыс. Келесі гүлде қандай сан жазылып тұр? 4 саны. Ендеше қанша жапырақ қоямыз? 4 жапырақ қоямыз. Жарайсыздар. Мына гүлде
қандай сан жазылып тұр? 5 саны жарайсыздар. Ендеше неше жапырақ қоямыз? 5 жапырақ қоямыз. Қане санайықшы? 1, 2, 3, 4, 5. Өте жақсы балалар.